Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге персик пирожныйының рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Ал енді біз пирожныйымызды жасауды бастаймыз. Үлкен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, қантымызбен жақсылап әппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Достар, менің каналымда тек қана пирожныйлар ғана емес, ыстық тағамдар, салаттардың да рецептілері бар. Міндетті түрде менің каналымна өтіп, сол жақтан көрсеңіздер болады. Міне әппақ көбік пайда болды. Әппақ болғанша миксерледік. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймақ менде 20%. Үстіне бөлме температурасындағы майымызды саламыз ары қарай. Міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Енді осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Разрыхителімізді, ванилинімізді салып, тағы бір араластырып аламыз. Үстіне ұнымызды қосамыз. Барлық қажетті затты описание бөліміне жазып өтетін боламын. Ұнымызды қолымыздың көмегімен сондай қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырымызды холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Начинкасына бізге бөлме температурасындағы сары май мен вареный сгущенканы қосып араластырамыз. Енді қамырымыз демалып болды. Енді қамырымызды әрқайсысын 30 граммнан бөліп алатын боламыз. Барлығын 30 граммнан бөліп, пергаментке төсеп, үстінен бір басып шығамыз. Міне бізде осындай домалақ печеньелер пайда болды. Енді ортасын ойып, видеода көрсетілгендей ішін тазалаймыз. Пышақпен ойған кезде абайлап жасамасаңыздар, шет-шеттері сынып кетеді. Сондықтан абайлап ортасын тазалап шығасыздар. Міне барлығын ойып шықтым мен. Ішіндегі қамырды креммен бірге жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің ортасына салатын салмамыз осы. Енді әрқайсысына ішіне толтыра отырып, салмасын саламыз. Сөйтіп екеуін беттестіреміз. Әрқайсысын осылай жасап, салмамыз барлығына жетуі қажет. Ал енді бізге су қажет болады, және сары және оранжевый краситель қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз сумен, және қант қажет болады. Енді видеода көрсетілгендей батырып аламыз. Қантқа ұнатып аламыз. Міне біздің пирожныйымыз осылай дайын болады. Барлық пирожныйымызды осылай осы әдіспен жасап шығамыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің пирожныйларымыз дайын. Бетіне мятаны қойып, осылай әсемдесеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.